Қайырлы күн, қымбатты көрермендер. Мен сіздерге осындай топты қалай тоқу керектігін көрсетемін. Ол үшін әдеттегідей жібімізді орап, үш ілмегімізді іліп аламыз. Бұл өте оңай және кішкентайларға ойнауға да өте қолайлы. Осылай 15 баған жасап аламыз. Міне біздің 15 бағанымыз дайын. Енді жібіміздің ұшын түйіндейміз. Түйіндедік. Енді үш ілмегімізді ілеміз. Тағы бір баған жасаймыз. Осылай 2 баған жасап аламыз. Үшінші бағанымызды да жасадық. Осы үшінші бағанымызды іліп алған ілмектен қатарынан 4 баған жасайтын боламыз. Себебі бізге 5 бұрышты тоқыма қажет болады. Енді тағы да осылай 2 ілмек жасап, ал үшіншісінен бастап тағы да 4 баған жасайтын боламыз. Осылайша барлығы 30 бағанды жасап аламыз. Отыз бағанымыз дайын. Енді жібімізді түйіндейміз. Енді үшінші қатарымызды бастаймыз. Үш бағанды жасағаннан кейін төртінші бағаннан бірден 4 бағанды жасап кетеміз. Төрт бағанды жасап алдық. Енді бізге бірден 5 баған жасау керек болады. Бес баған жасадық. Енді алтыншы бағаннан қатарынан 4 баған жасаймыз. Яғни осылай бір ілмектен 4 бағанды қатар іліп жасайтын боламыз, тоқитын боламыз. Осылайша біздің 45 бағанымыз дайын. Енді соңғы бір бағанымызды іліп алдық. Енді 45 бағанымыз дайын болды. Жібіміздің ұшын түйіндейміз. Осымен бізге керекті тоқымамыз дайын болды. Осындай 12 5 бұрыш жасап аламыз. Және бұларды доп қылып құрап шығатын боламыз. Осылай жібімізді қолымызға алып, тоқымамыздың бұрышынан өткізіп,
бір рет іліп алып бекітіп аламыз жіпімізді. Енді екінші бес бұрышымызды алып, оның да бұрышынан біз өткізіп, оны да осы жіппен бекітеміз. Осылай екі жағынан кезек-кезек іліп, тоқымаларымызды бір-біріне жалғайтын боламыз. Міне бізде осындай бедер пайда болды. Осындай бедерменен барлығының арасын қосып шығатын боламыз. Яғни тоқымаларымызды бір-біріне жалғайтын боламыз. Біздің тобымыз дөңгелек болып шығу үшін дәл осындай формулада бірінші құрап аламыз. Құрап алдық. Барлық жағын құрап шықтық осылай. Бір-екі бұрышын ашық қалдырамыз, себебі тобымыздың ішін толтыруымыз керек. Ол үшін алдын ала матаға мақтамызды салып тігіп алдық. Соны тобымыздың ішіне салып, осылай толтырамыз тобымыздың ішін. Енді қалған жерлерін құрап шығуымыз керек. Қалған жерлерді бекітіп шықтық осылай. Бір-біріне қосып. Сонымен тобымыз дайын. Сіздердің көңілдеріңізден шықты деген ойдамын. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Менің каналым ұнап жатса, маған тіркеліп, лайк басып, және де комментария қалдыра кетулеріңізді өтінемін.